Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі жазатын диктантымыз еліктің лағы деп аталады. Мәтінді оқып шығамын, мұқият тыңдаймыз. Содан кейін жазуды бастаймыз. Еліктің лағы. Қыс мезгілі. Бір топ елік жайылып жүрді. Араларында кішкентай лағы да бар. Бір кезде тосыннан көк жал қасқыр тап берді. Бұлар лақты ортаға алып, қаша жөнелді. Қасқыр лақты жегісі келеді. Еліктер оған жібермейді. Тіпті мүйіздерімен жасқап қорғап келеді. Жүгіре-жүгіре аузына түк ілікпеген қасқыр шаршап жөніне кетті. Барлығы 45 сөз балалар. Енді диктант жазуды бастаймыз. Мүмкіндігінше айтылған сөздерді іштей буынға бөліп отырып жазатын болсақ, сонда қатесіз жазатын боламыз балалар. Сол үшін мұқият тыңдау керек. Тақырыбы еліктің лағы. Бірінші сөйлем қыс мезгілі. Қыс мезгілі. Жаңа сөйлем. Бір топ елік жайылып жүрді. Бір топ елік жайылып жүрді. Тексереміз. Бір топ елік жайылып жүрді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Араларында кішкентай лағы да бар. Сөйлем аяқталды. Тексереміз. Араларында кішкентай лағы да бар. Жаңа сөйлем. Бір кезде тосыннан көк жал қасқыр тап берді. Сөйлем аяқталды. Тексереміз. Бір кезде тосыннан көкжал қасқыр тап берді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Бұлар лақты, яғни еліктерді айтып отыр, балалар. Лақты ортаға алып қаша жөнелді. Бұлар лақты ортаға алып қаша жөнелді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қасқыр лақты жегісі келеді. Сөйлем аяқталды. Тексереміз. Қасқыр лақты жегісі келеді. Жаңа сөйлем. Еліктер оған жібермейді. Сөйлем аяқталды. Тексереміз.
еліктер оған жібермейді. Жаңа сөйлем. Тіпті, мүйіздерімен, жасқап, қорғап келеді. Сөйлем аяқталды. Тексереміз. Тіпті мүйіздерімен жасқап, қорғап келеді. Жаңа сөйлем. Жүгіре, аузына төк, ілікпеген, қасқыр, шаршап, жөніне кетті. Диктант аяқталды, балалар. 45 сөз жаздық. Қай жерде іле салмай қалған болсаңдар, балалар видеоны тоқтатып қойып жазуға мүмкін болатынын балалар білеміз. Енді қателерімізді тексереміз және қатеменен жұмыс жасауды ұмытпаңдар. Өйткені басқа тапсырма беріліп жатырған жоқ, байқап отырсаңдар. Демек, тек қана қатемен жұмыс жасауды мұқият орындап жүріңдер. Бүгінге жазатын диктантымыз осы, балалар. Сау болыңдар.